Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Өткен видеомда уәде етілгендей, сіздерге кешкі астың рецептін ұсынамын. Келесі рецепті менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймын. Кешкі асты менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болады. 400 грамм ұнға 1 шай қасық тұз, 1 жұмыртқа салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз өте қатты да, өте жұмсақ та болмауы керек, және тындырып қойып қоямыз. Достар, біздің кешкі асымызға керекті азық-түліктер 500 граммдай ет, 2 баклажан, 2 сәбіз, 2 картоп және бірнеше пияз керек болады. Қамырдың салмасы үшін 5-6 орташа пиязды 4 бұрышлап өте ұсақ етіп турап аламыз. Тереңдеу ыдысқа салып, 1 шай қасық қара бұрыш, 1 ас қасық сұйық май құйып араластырып қойып қоямыз. Достар, келесі кезекте ет пен көкөністерді турауға кірісеміз. Етті де, көкөністі де өте ұсақ етпей, орташа көлемде тураймыз. Міне видеода көргенде етіп турап аламыз. Сәбізді де өте ұсақ етпей, осылай орташа көлемде турап аламыз. Картопты да, баклажанды да, пиязды да осылай орташа көлемдегі ірілікте турап алуымыз керек. Достар, біздің туралған етіміз және көкөнісіміз дайын. Келесі кезекте қамырды жаюға кірісеміз. Қамырды өте жұқа етіп жаюға кеңес беремін. Достар, қамырдың жұқа болуы біздің тамағымызды одан сайын дәмді етеді. Қамырымыз осындай жұқалықта болуы керек. Жайып болғаннан кейін қамырға сұйық май жағып шығамыз. Және май жағып болғаннан кейін қамырды 4 бөлікке бөліп аламыз. 4 бөлікке бөлінген қамырдың әр бөлігіне бұрыш және сұйық май араласқан пиязымызды салып, жақсылап рулет тәрізді етіп ораймыз. Мінекей, осылай видеода көргендей етіп, әр бөлігін орап, дайындап аламыз. Келесі кезекте етті және көкөнісімізді қуыруға кірісеміз. Қызып тұрған қазанға майды құйып, пиязды салып, етімізді салып, жақсылап суы кеткенше қуырамыз. Және тұзымызды, қара бұрышымызды салуды ұмытпаймыз. Қызанақты салғаннан кейін жақсылап араластырып, үстіне сәбізді саламыз. Сәбізді жақсылап араластырғаннан кейін 2-3 минутқа қуырылуға қалдырамыз. Сәбізден кейін баклажандарды салып 2-3 минутқа қуырып аламыз. Одан кейін картопты салып тағы да қуырамыз. Достар, біздің кешкі асымыздың барлық қоспалары қуырылып болғаннан кейін көкөнісіміз, етіміз батып тұратында етіп су құямыз. Мен шамамен 400-450 мл су құйдым. Енді суымыз біркелкі қайнағанын күтеміз. Суы біркелкі қайнағаннан кейін видеода көрсетілгендей етіп, салмасы бар қамырымызды саламыз. Салмасы бар қамырды салып болғаннан кейін қазанды қатты бір қайнатамыз да одан кейін астын басып қоямыз. Біздің тамағымыз 40-45 минутта дайын болады. Міне дайын болғаннан кейін осылай табаққа салып алып, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Арасын қарасаңыздар өте керемет болған, достар. Содан кейін барып, ортасына қуырылған көкөніс пен етімізді саламыз. Достар, қараңыздаршы, жасап көруге кеңес беремін. Өте керемет кешкі астың бірі. Сіздер де міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Әсіресе пияз салынған қамыры өте дәмді, керемет болады. Бұл тамақтың ерекшелігі де осыда. Достар, сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесіде менің каналымнан қандай рецепт күтесіздер, комментарий бөліміне жазуларыңызды сұраймын. Сіздермен Назерке.